Айды күшті жаптық. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Енді Құдай қаласа мынау енді негізде күз өзі берекелі ғой, қашанда иә. Саудада болсын береке болады иә. Жалпы уражайда болсын деген сияқты иә. Негізі күз береке. Ол енді бәрімізге берекелі ай болып жатыр. Құдай қаласа мынау жаңадан келіп жатқан мынау клуб 200 болып жатқан, клуб 500 болып жатқан, клуб 1000 болып жатқан сіздердің осы клубтарыңыз құтты болсын, алғашқы қадамдарыңыз құтты болсын. Иә, бірінші кезде шамалы енді жаңағыдай не болады? Но адаптационный периодтан өтіп кетсеңіздер, кешегі зумда айттым ғой мен, иә, самый главный сол 1000 балды жасап үйреніп алсаңыздар, болды, ары қарай бәрі оңай болады. Сол 1000 балды қалай жасадыңыздар, соны адамдарға үйрете бересіздер, болды. Ей, кел, мен ақша тауып жатырмын, саған да үйретем, кел, мен мына жерде тауып жатырмын, саған да үйретем деп сөйтіп адамдарға айта бересіздер. Лишних денег не бывает. И оның үстіне қазір ковидтан кейін, иә, мынау айтады ғой, әрбір нәрсенің хайыры бар деп, иә, адамдар денсаулығына қарайды. Мысалға да қазір осы БАДыларға, жалпы денсаулыққа, иммунитетке, микрофлора, иммунитет дегеннің бәрін біліп алдық қой біздер деген. Ковид бізді оқытты, ковид бізді білімімізді арттырды. Ана әжелер интернеттен қарайтын болды. Мына бала осы немересін немене ауыра береді, осының бір жері не то осы. Неге бала ауырады деп ютубқа жазып қарайтын болды. Микрофлорасы дұрыс емес екен, келін маған ананы әперу керек, мынаны әперу керек деп. Қазір әжелердің өзі сондай заботамен еще и оқитын болды ғой. Сол айтпақшы, бізде білесіздер ма, білім ашылды бізде. Әр нәрсенің хайыры бар. Ковид бізге хайыр әкелді. Ол бізге денсаулығымыздың аманат екенін біз еще раз убедились, да? И денсаулығымызға қарайтын болды. Қай ана болсын, әже болсын, иә, осы үйдің жаңағы әйелдері барлығы, қазір барлығы кез келген ата-ана менімен танысқан кезде, білесіздер ма, не сұрайды ең бірінші? Баланың микрофлорасын дұрыстайтын нәрсе бар ма дейді. Бұрында сұрайтын, иммунитет көтеретін андай бір витамин бар ма, бірдеңе бар ма деп сұрайтын, иә. Қазір микрофлорасын уже білесің да, ана адам оқыған бір жерде, уже бірдеңе қараған да, и с такими людьми легче работать. Легче работать. Қазір БАДыға, витаминге, тем более бізде фармакологический жаңағыдай жаңағыдай шөптен жасалатын өнімдер ғой, бізге вдвойне, ол, знаете, вдвойне, втройне бізге наоборот жақсы. Қазір БАДы дегенді білет, коллаген деген екен білет. Қазір уже адамның бәрі, уже қыздардың бәрі ботокс бәрін көрді уже, иә. Бәр жерін тіккізіп көрді, бәрі енді қазір табиғиға көшіп жатыр. Бізде как раз табиғи өнім, иә. Бізде как раз бағасы қол жетімді. Біз просто жаңағы өзіміздің артықшылығымызды айтамыз, болды. Так барлық адамдар біздің заманның өзі соған әкеліп жатыр ғой, адамдардың білімін арттырып жатыр, білімін ашып жатыр. Мысалы, байқайсыздар ма, көп адамдар сіздерден Д3 не үшін керек деп сұрамайды. Д3 бар ма деп сұрайды. Омега не үшін керек, не үшін ана омеганы сатып отырсыз деп сұрамайды. Бұрында сұрайтын адамдар, не үшін омега сатып отырсың деп. Қазір не үшін омега сатып отырсыздар деп сұрамайды. Қазір омега бар ма, магний бар ма ұйықтайтын деп сұрайды адамдар. Уже нам легче, понимаете? Бізге легче, бізге оңай қиындатпаңыздар еш нәрсені. Вот всегда барлық нәрсені жеңіл принимать етіңіздер. Нам легче работать. Біз как раз в том месте, в то время келіп жатырмыз қазір осы жерге, иә. Действительно, бізге жеңіл жұмыс жасау. Компания бізге қай жағынан болсын жаңағыдай өнімдерді беріп жатыр, қай жағынан болсын бонустарды беріп жатыр. Сіздер жаңадан келген кезде 1000 балға дейін компания маркетинговый услуганы төлегенге дейін сіздерге клубтарды беріп жатыр, мысалға, иә, мә звездочка жина, мә клуб 200-ді ал, мә сертификатпен уже тегін өнім ал деп, иә, продукцияны сатта ақша қылып ал деп жатыр, иә, мысалға да. Қай компанияда ондай нәрсе бар, мысалға да, қай компанияда мысалға сен продукция, продажей особо не занимаются люди. Даже продажами заниматься етейін десе, продажаны жасай алмайды, білмейді қалай жасайтын. Потому что продукттары өтпейді олардың да, адамға бір жаңағыдай мысалға тряпка, швабра сататындар бар, пылесос сататындар бар да, или там бір омеганы мысалға біздегі 4000 теңгенің омегасын 12000 теңге, 15000 теңгені сататын адамдар бар да. Сол себепті ал бізде енді біздің ерекшелігіміз жаңағыдай дәріханадағы барлық өнімдерді алмастыруға болады. Және де біздің ерекшелігіміз, біздің эксперттеріміз бар, өзіміздің компаниямыздың эксперттері бар. Сол эксперттердің нұсқаулығы бойынша дайындалған мынандай 1000-ға жуық консультанттану программасы бар. Сол программамен біз жұмыс жасаймыз, еще и дополнительно консультация аламыз, еще и дополнительно біздің клиенттеріміздің мынау телеграм каналда қазақшасы бар, орысшасы бар, қырғызшасы бар, кәдімгі
несін жаңағыдай отзыв каналдарын ашып қойған компания, иә. Оның үстіне біздің сайттың өзіне отзывтарды ашып қойған, любой продукттың астын қарасаңыздар, отзыв деп тұр мысалға да. Барлық жағынан сіздің жаңағы сұрақтарыңызға просто компания уже алдын ала жауап беріп қойды, иә. Сізге просто қыздар мынаны қалай істеймін, қыздар мынаған қалай деп жөн сұрап отырып үйреніп кетесіздер. Бұл жерде көп сұрақ қойған адам көп нәрсені білетін болады. Көп нәрсені білген адам, кто владеет больше информацией, тот человек больше зарабатывает, знаете? Поэтому информациядан қорықпаңыздар. Сіздер ойламаңыздар, миым шашақ қалады, миым тоқ қалады, миым ашмайды ол. Ашмайды, ештеңе болмайды сіздердің миыңызға. Ашитын болса, миым ашып кететін еді. Давно білесіздер ма, Телеграмда қанша канал бар менде. Міне, Телеграм дегенде толы, міне, осы бәрі мынау біздің менің командамның өзінде, мен нөлден басталған командаға келгем. Менің командамның өзінде 118 машинасы бар, лидер бар қазір. 3 жыл, представляете? Сол 118 қыздың бәрінен араласам ғой, мен, представляете? Олардың әрқайсының еще нелері бар, чаттары бар. Еще біз бір-бірімізге, мен қазақша жүргізетін болғаннан кейін маған кірмейді, но бірақ мен орысша жүргізетін қыздарыма бір-бірімізге біз кіріп жүреміз да. И представляете, сколько я с людьми общаюсь. И сол информациядан миым жарылып кететін болса, давно жарылып кететін. Еще бай бар, бес бала бар мына жақта, иә. Поэтому миларыңызды аямаңыздар, ми жарылмайды. Кто владеет много информации, тот владеет деньгами мира. Ал сіздер адамның ең қажетті, анау шифонерде запасной бүйрек жоқ, запасной көз жатқан жоқ, запасной матты жоқ ана жерде, иә, запасной жүрек жоқ. Біз ең қажетті адамның бір-ақ штук нәрсесі бар, осы ничем не заменить, оны заменять ететін болсаң, әр органды бір квартираға заменять етесің, и то сен оны заменять ету үшін сенің иммунитетің болу керек, иә. Сол үшін біз адамның ең қымбат денсаулығымен жұмыс. Поэтому бар ғой, никогда не думайте, адам таппай қалам, клиент таппай қалам, какой там табастар. Міне мысалға да, мен өзімді айтайын да, мен қандай клиент болдым, Сайберен болмысқа, иә. Мен аллергияға полностью уже 6 айға клиент болдым ғой. Маған анау Елена Петрова деген нутрициолог біздің, иә, осы компанияның программа жазып берді. И мен оған не үшін мен 6 ай ішем? Давно мен осы бір негізгі ішетіні бар ананың ішінде, мынаның бәрі емес, нені ішуім керек, точно айтшы деген жоқпын. Потому что дәрігер, нутрициолог маған жазып беріп отыр, иә, и маған айтты, 6 ай ішесіз деді. Мен уже 6 айға клиент болдым, представляете, Сайберен болмысқа. И содан кейін барып мен сұрадым, мен балаларым часто ангиной болеют, лимфы надо чистить деді. Все прочисти 3 месяца лимфе, они у тебя вообще не будет болеть деді. Даже если ауырса да, легко бүйтіп ойнап күліп өтіп кетеді деді. Ауырмайтын бала болмайды, но бірақ жеңіл өтеді деді, да, понимаешь, тебе головника не будет. Больницаға жатпайсың, температура болып, антибиотик алып қырқылдатпайсың деді, да. Сосын мен оларға да 3 месяца, уже менің 5 балам 3 айға клиент болды, представляете? Мен 6 айға клиент болдым, мен 3 балам клиент болды. Одан кейін мен бай мырбыңдап шықты. Ой, Сарыағашқа бару керек еді, бүйту керек еді, белі бүйтіп жүр, анау бүйтіп жүр, сен ешнәрсе сезбейсің ба деп. Сосын оған мен скуп оперетін болдық, мужской программа оперетін болдық 4 айға. Уже ол клиент болды. Представляете, біздің үйімізде уже 7 адам жарты жылға клиент болдық қой, уже кәдімгі. Мен байым қазір айтады, Сарыағашқа барайық деп. Наоборот, ана Сарыағашқа барып жүрген достарына айтады, Сарыағаш не қыласыңдар мына жерден? Алып ішіңдер біздің өнімді. Көмектеседі, Сарыағашқа барып уақытыңды кетірмей-ақ, үйіңде жүріп ақ жазып аласың, тастатетіңдер, иә, белің ауырмайтын болады деп. Сол сияқты біздің үйдің өзінде 6-7 айға бәрімізді клиент қылып қойды ғой, потому что мы все нуждаемся. Вы что айтыңыздаршы біреуіңізді, 100% бәріміз, никто ничем не болеет деп. Какой там бәріңіз ауырасыздар? Бәріңіздің бір жерлеріңіз бар. Біреудің ұйқысы тыныш емес, біреудің асқазаны дұрыс емес, біреу дұрыс туалетке бармайды, біреу мысалға да, даже андай, менің мамам бұрында айтатын, баняға барса ауырып қалатын, менің мамам. Слабый ғой, потому что ана баняда жаңағы көтере алмайды баняға барғанда. А қазір баняға спокойно барып, банядан кейін жүре береді еще. Біз Назирке екеуміз күлетінбіз, осы кісі баняға апармай қойғаншы, баняға апарғаннан кейін еще 2 күн миыңды ашытады деп, та, ызыңдап, ана жерім ауырды, мына жерім ауырды, сендер бекер апарыңдар мені, сол банядан болды деп, та. Қазір қақандап жүгіріп жүр мысалға. Осы біздің өнімдерді ішеді, потому что мен өзім ол кісіге прям бірінші кезде енді шамам келгенше Новамен ғана жіберіп тұрдым, Новамен жіберетін постоянно. Содан кейін ол маған айтты, Новаменен басқа дәрің жоқ па не сенің деп.
сосын пульсбокс жіберетін болдым. Жаңағы сөйтіп кейін уже мен ол кісіге детокс проактив алып бердім. Біз натуральный витаминдерді, нейровижнді ішті, флекс кубты ішті, иә, біздің кальций жиынтығын ішті. Сөйтіп кәдімгідей туфли киіп, белі қылдай болып, ісігінің бәрі кетіп, кәдімгі супер болып шықты, иә. Сол сияқты мінекей бізде мықты результат. Міне Бағдат апа отыр мысалға да, маған келгенде айтқан, ой, білмеймін, бота көзім ауырады, мен катарактым, телефонға қарауға болмайды маған. Мен басым ауырады, менде память жоқ қой, ана. Не? Жаңа не дедің? Жарты сағат сайын сұрайды чатта. Так, ананы не дедің? Бота, ананы айт. Бота, сосын абзал, мен бағам ғой. Міне, сөйтіп отырып сосын памятін дұрыстап алып, сосын бұл кісі айтты. Сендер маған айттыңдар ма оны уже? Мен памятін дұрыс емес, мен памятті дұрыстау керекпін деп, өзіне памятке қаншама өнімдер алып ішті, памятін дұрыстап алып, содан айтады. Мен уже білем, мен мына нәрсені жаттап алдым. Одан кейін айтты, менің буыным ауырады, мен екінші этажға көтере алмаймын дейтін. Бір күні жүгіріп жүр лестницадан екінші этажға ары бері біздің буын программасын ішті, иә. Одан кейін қыз айтты, мама, катарактыға операция жасау керек, сосын қыз айтты, жоқ, мен Астанаға признанияге барам, Астанаға мен баруым керек, никакой анау-мынау деп сөйтіп, мен айттым, 2 ай көрейікші, нейровижнді ішіп көріңізші, үзбей. Сол 2 айдың ішінде 3 пачкасын ішті, қызы катарактаға операция керек емес деді. Хотя бұл кісінің қызы өзі окулист мысалға да, айтты ғой сол, міне катаракта жасаған жоқ, ана тізесіне бірдеңе істеймін деп жүрген, оны істеген жоқ мысалға да, барлығынан осы біздің өнімдермен құтылды мысалға. Вот каждый человек здесь может быть клиентом, понимаете? Вот каждый отбасында, каждый адам, біздің мақсатымыз сол әрбір адам. Мен еще Бағдат апа бір сумкасын ашып көрсеткен бағам. Мынау мезим, анау, мынау крион, бірдеңе деген дәрілердің бәрін лақтырды ғой. Бауырына ішетін бір дәрісі бар екен, көзіне ішетін бір дәрілері бар екен. Соның бәрін айтты, мынау бәрі маған көмектеспейді да бәрібір деп, бәрін лақтырды ғой. Вот представляете, басқа жерден алып жүр адамдар мысалға сол нәрсені. Біздің мақсатымыз әрбір отбасына сайберген болмысты кіргізу. Сіздер осындай бір нәтиже көрсетіңіздерші, содан кейін адамдар ақшаға келеді. Почему ақшаға келеді? Потому что адамдар уже өзінің результатын айта бастайды. Біз клиентпен жұмыс жаса дейтініміз сол ғой. Өзінің результатын айта бастайды. Сіз мысалға жақсы бір тамақ жесеңіз бір рестораннан, или там бір жақсы тиімді бағамен бір нәрсе алсаңыз, даже ана жерден бір жаңағы ыстық лепешка жұмаға таратып жатса, сіздер айтасыздар ғой, бізде мешіттің астында жұмада ыстық лепешка таратады мысалға да. Постоянно біз я не нуждаюсь, да, сол лепешканы мен сатып алам, но бірақ маған ана жерге жұмаға барған кезде алып кетеміз біз кіріп, да, потому что аны тәтті, ананы уже машинада келе жатып үйде жуып жеп келеміз, да, үйге келгенше. Сол сияқты постоянно айтып жүреміз ғой, ана мешітке барыңдар, қасында еще ыстық лепешка пісіріп жатады деп, и сол жерде даже андай орамал тағатын қыздар бар, горячий пирожки пісіріп сатады. Кәдімгі олар өздеріне андай не жасайды да, енді лицейде оқитын қыздар ғой, сол жердің лицейінде оқитын. Сол сияқты мен айтамын да постоянно, ана мешітке барыңдар, сол мешітте қыздарға да жаңа пирожкині алып сауап қылып жасап кетесіңдер, еще и тегін нан алып кетесіңдер деген сияқты, даже соның өзі біз реклама жасап айтып жүреміз барлық жерде. Біз бір жерден тамақ ішсек, бір жерден жаңағыдай +1 завтрактар болатын, мысалға өткенде Назерке екеуміз просто әшейін лағманға кірдік, лағман жегіміз келді да, сөйтсек айтады, бір лағман тегін досына келген үшін дейді да, біз бүгін ашылғанымыз үшін дейді. Сосын мен айтатын, да, стористан ұят болып құрсын, постоянно 1+1 жүреміз екеуміз. Как будто бір іздеп жүргендей сондай жерде. И сосын сол жерде сторисқа түсіріп жатырық та, мына жерде открытие отыр, досыңды алып келсең, бір лағман тегін жейді екенсің деп та, оны да реклама жасап кеттік мысалға да. Біз әшейін жүріп сөйтумен айналысып жүрік қой, и так-то. Міне сол сияқты, ал сіздер әрбір отбасына сайберген байланысты кіргізіп, бір отбасының баласына денсаулығын мықтасаңыздар, бір отбасының әжесінің денсаулығын мықтасаңыздар, бір отбасының күйеуінің, бір отбасының анасының мысалға активнысын көтеретін болсаңыздар, олар айтады, әрбір отбасына бізге сайберген байланысты клиенті қылып кіргізуіміз керекпіз. Сайберген байланысты кіргізу керекпіз. Біздің Юрий Гич айтады ғой, навамин мен корень бүкіл үйде тұру керек дейді. Навамин мен корень бүкіл үйде тұру керек дейді да. Содан басталады бәрі дейді. Сөйтіп сол навамин мен кореньді кіргізіңдерші дейді. Ол адам одан кейін басқа өнімді алады, содан кейін барып косметикаға көшеді, содан кейін барып парфюмға көшеді, содан кейін барып уже полностью айналасын бәрін осы өнімге баулайды дейді да. Шынымен де солай мысалға да бізде. Сол сияқты клиентпен жұмыс жасаңыздар. Біздің енді клиенттерге арналған бағдарламамыз болған. Сол бағдарламамыз бойынша
розыгрышты жасап тастайын, иә, мен қазір, а то уақытымыз бітіп кетеді. Мен бұл бизнес жайында 24 сағат сөйлеуге дайынмын ғой, мен а то сөйлей беремін. Помните, бізде 23-нен 31-не дейін ақшалай ұтыс деген бізде канал ашылды. Ол жерде қазір 114 номерок бар екен. Біз сол жерде ақшалай ұтыс жасаймыз дегенбіз. Қазір соны ойнатып алайын, иә, сіздердің көздеріңізше. Так, генератор случайных чисел деген бар еді Google-да. Осы нәрсенің бәрін мен білмейтін осы жерге үйрендім ғой. Ана генератор деген де бүйтеді ғой, наставнигім бүйтеді. Бірдеңені түсінбей қаламын ғой мен жаңағы. Мен орыстың қыздары бүйтеді. Сабақ айтып кетті. Это есть в открытом доступе дейді. Тағы қарай өтіп кетеді. Мен открытый доступ деген жерде қаламын ғой мен. Сол жерде қалып қоямын. Сосын отырамын, содан кейін ана Ира деген бір спокойный қыз бар, соған шығып айтып, Ирочка, пожалуйста, ана открытый доступ. Айтып, ты что, дура, что ли? Это в Гугле есть, значит, да? Гуглда, Ютубта бар нәрсені, олар, это есть в открытом доступе. Мы дальше поехали деп кетіп қалады, да? Гуглдан мен не істеймін, қалай қараймын, бос етемін. Эй, Гуглға кіресің дағы, сұрайсың сол жерге дейді, да? Как открыть хайпалдинг, как делать этот скриншот деген сияқты сондай нәрселерді открытом доступе это уже есть, найдете, кете береді, оларда енді дамыған қыздар ғой. Ал оның қасында мен білмеймін ғой, открытый доступ деген не екенін, сөйтсем жаңа маған айтады. Что у вас в Казахстане Гугла нету, что ли? Ютуба нету, что ли? Дейді. Солай Даша. Осының бәрін осы жерге үйрендім ғой мен. Так что сіздер, мысалға да, много, даже маған қарағанда сіздер білімдісіздер ғой. Көп жерге кіре аласыздар, сабақтарда отыра аласыздар, копировать ете аласыздар. Мен өткенде таң қалдым, не Жанар мысалға да, бәрін біледі ғой, Инстаграмға уже шығады, бәрін кәдімгідей спокойно бір сұрағым бар еді деп қойып отырады, да. Бізде оның бәрін кәдімгідей жабай адам құсап үйренгенбіз ғой. Сол үшін, қазір генератор. Қазір енгіземін мына жерге бірден. Так, бірден 114 дейді. Ой, басқа. Так. Сгенерировать дегенді басам, қазір бірінші адамды табамыз. Так. 19 номер, сосын аттарын сосын айтамыз, ең жақтан қарап, пока мен номер жазбайым. 19 номер. Есім ба? Так, екінші сгенерировать дейді. İşte oldu. 87 номер. Так, сгенерировать. Үшінші сгенерировать. 85 болды. 85. Так, сгенерировать. Так, 47. Так, тағы да сгенерировать. Так, 23. Мінекей 5-2000 теңгелік уже кетті. Так, енді 3000 теңгелік орындар ойнатылады. 57. Сгенерировать екіншісі. Так, 102. Сгенерировать. Үшіншісі. 94. Ал, құтты болсын. Бұл енді клиенттерімізге біздің. Сосын енді аты жөндерін сосын айтам, я, телеграмнан қарап. 19-шы, 87-шы, 85-шы, 47-шы, 23-шы номероктар 2000 теңгеден ұтып алды. Және де 57, 102, 94-шы номероктар 3000 теңгеден ұтып алды. Құтты болсын. Енді сосын қараймыз қазір, содан кейін фамилияларын айтам. Маған Каспи голдтарын жібереді. Или кімнің партнері, мен сол кісіге жіберем, сіздер өздеріңіз үлестіріп жібересіздер. В общем, солай сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар. Давайте. Кімде қандай сұрақ бар? Жалпы енді новичок қыздар айтсыншы, міне Жанара, осы жерде мен көріп отырмын екен. Айнура, Балқия апай, Анара. Сіздерге енді біздің командада жұмыс жасау қалай әдемі отыр міне. Вообще негізі міне Маржангүл отыр. Маржангүл, представляете, 98 000 теңге тапты бір айда. Осы айда келген Маржангүл. Вот, міне. Сіздерге вообще негізі жұмыс жасау қиын болды ма? Давайте бір 2 минуттан, 1 минуттан, бір
микрофон алып айтып өтіңіздер. Қиын ба, Жанара? Жоқ, ешқандай қиындығы жоқ. Енді бірінші айында мен кішкене түсінбеген жердерім болды. Өзіме, главный өзім денсаулығыма заттар алдым. Соның өзінде бүгін 38 мыңдай не түсіпті ғой, доход. Күшті, ешқандай қиындығы жоқ. Жай ғана ақпарат бересің, білгеніңмен бөлісесің, адамдарға ешкімге ұсынбайсың, алшы деп жалынбайсың. Енді денсаулық үшін алады ғой барлығы. Күшті, маған ұнап жатыр. Ары қарай тоқтамаймыз. Сізге? Бізге енді кішкене қиындау болды, әрине. Қиындау. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, қай жағынан қиналып жатсыз? Қиналмаңыз. Сіз қиналып жатқан жағыңызды айтыңыз бізге. Кішкене енді түсінбеушіліктер болады, кейбір нелер түсінбей қаламыз. Бізге пока доход жетпеген сияқты. Гинка Белова алып ішіңіз. Баяғыда Бағдат айтатын. Гинка Белова ішіңіз. Енді сондайда алып ішейін деп жатырмын, алып ішем, алпысынан бастап сустақтарға алайын деп жатырмын. Негізі мына жақсы, мен емделіп жатырмын ғой қазіргі нелерді алып, бірінші нелерді. Очищающийларды алып, соған керемет, шайлар бәрі ұнады маған, керемет. Тамаша енді, керемет. Результаттары жақсы болып жатыр. Результаттарыңызбен бөлісіңіз. Бөлісіп жатырмын, көбіне айтып. Жақсы, тамаша. Анар, сізге қалай болып жатыр? Біздің команда, енді Анар бұрын сетевой бизнесті жасаған. Біздің команда қалай, чересчур активный ма? Кейбір сетевиктер қорқып қашып кетеді ғой. Өте жақсы. Кәдімгі жұмыстағыдай ғой деп. Жоқ, салыстырмалы түрде салыстырам ғой барлық жағынан. Енді обучениесіне сөзім жоқ. Ондай обучение өткен жоқ, шыны керек басқа компания. Атын айтпай қойған компанияны. Но бірақ енді нөлден как будто сетевойға бірінші рет келгенде үйрендім ғой, шыны керек. Бірақ айту, продукциямен жұмыс жасау маған қиындық тудырмайды. Продукциялар таныс, білем, былай ұсына алам адамдарға. Ол жағынан қиналмаймын, ол жағынан маған жеңіл. Енді маркетингі да енді өте керемет, супер деп айта аламын. Басқа компаниямен салыстырғанда. Өзім өкінбеймін келгеніме, қуаныштымын. Негізі екі-ақ күннің ішінде шешім қабылдадым ғой. Келгенде сразу кіре салдым ғой. Солай. Енді бар күшімді салып ары жалғастырам ғой. Барлық неме қосып. Маржангүл, микрофоныңызды қосыңыз. Маржангүл? Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Ал жұмыс жасау қалай болды? Айтыңыз. Жақсы, жайлап үйреніп жатырмын. Қиын емес, қиын деп айта алмаймын. Жайлап үйреніп жатырмын. Жайлап TikTok, Instagram видеолар салып, олай үйреніп жатырмын. Уже сізде TikTok-тан уже келіп жатқан адамдар бар, сұрап жатқан, Сұрайды. Жайлап сұрайды, аха. Күшті. TikTok бір бар. Келім бар, бір адам келді. 1000 подписчик жиналды ғой. Классно. Адема, сіз айтыңыз, қалай бізбен жұмыс жасаған, қалай ұнады ма, жоқ, қалай болып жатыр өзі? Сәлеметсіздер ма? Кеш жарық. Мен вообще өмірімде бұндай сетевойды айналыспағам. Мен контроль качестводан 2 жыл зерттедім, шыны керек. Өзім ауырып, сестрам арқылы, мынаны іш деп, ана триггерімнен бастаған, триггерімді іштім, одан кейін истоки частотайды іштім, жүрдім, содан жұмысым істеп, бұлай. Сосын осы бір айдай ғана болды, бір айға да жеткен жоқ мен. Негізі Instagram, TikTok дегенді өзім бұрыннан Facebook'та жүргізем. Негізі ол жаққа мықтымын. Қазір барлық жерге реклама жасап, қай жақтан келіп атқан білмеймін, келіп атыр қазір адамдар, шүкір. Уже мен осы айда кішкене аздау болды, потому что енді жаңадан кірдім ғой. Енді қазір уже келесі айға мен күнде кешке дейін консультация беріп, шын өзіме ұнап жүр. Негізі бұрындары инженермін ғой былай. Бізде көбінесе математика ғой, жақтан мен ешқандай қиналмаймын. Анандай сөз байлықтан кішкене отырып қалған екен, енді осы жарты ай болды, бір оратор болып кеттім ғой. Вообще ұялатымын, былай сөйлеуге ұялатымын.
тек қана қайырлы таң, сәлеметсіздер ме деп жазуды жаза беретінді, сосын осы бір жарты ай болды. Қой деп өзімді нетіп, қазір тиктокқа да өзімді бір нәрселерімді шығарып, түрімді көрсетіп, кішкене сөйтіп жүрмін, кішкене ашылып жатырмын. Осылай сіздермен жұмыс істегеніме, осылай оқып, жаңағындай бір білім алып жатқаныма қуаныштым. Көбісі айтады, ой, ол сетевик деп, негізі кішке қашады екен. Соны өзіме мотивация беріп қоям. Сен білмей тұрсың ғой, әлі келесің алдыма деп. Шынында да келіп жатыр солай. Осының алдында бір-екі қыз шығып кеткен. Мен сөйтіп маған өзіме личкама шығып, осылай алайшы дейді. Мен айтамын, ана жақта неге шығып кеттің десем, осындай деп жаңағындай несін айтады да, мен рекламамды көріп қалады екен, то жаңағындай неден көреді, стористан көріп қалады. Мен жақсы. Шүкір Аллаға, шүкір. Мен өзім мотивация беріп қоям. Ай, мен кішкене болса да халықтың денсаулығын жақсартуға кішкене болса да үлесімді қосып жатырмын деп, ничего, нормально. Жақсы. Рас, міне сосын кейін қараңызда барлығы өзіміздің отбасымыздан басталады. Одан кейін келесі отбасы, жақсылық істеп жатыр. Былайша айтқанда жақсылық. Кейін уже еліңізге жақсылық істейсіз. Мен мысалға қазір өзім 1,5 миллионнан мысалға ойлаңызшы, 150 мың теңге бюджетниктерге ақшасына налог төлеп отырмын мысалға, да? Это тоже классно мысалға. Мен өзімді какандай бір полноценный адам сезінесің, да? Когда уже жан-жағыңның барлығына жақсылық істеп жатқанда. Айнура, микрофоныңызды ашыңыз. Айнура. Саламатсыздар ма, Ақбота? Қызым жылап жатыр мына жерде. Я қуаныштымын, жұмыс жасап жатырмын, алып жатыр. Бұрын сетевоймен таныспын негізі. Бірақ мына жерде мне дүйсенбіні күтіп отырмын, обучение сразу 100 балл жасадым ғой. Өзіме витаминдер алдым, балаларға витамин алдым, 80 балл болғанда шок болған. 80 балл шыға келгенде. Сол жұмыс істеуге дайынмын. Рахмет. Сіздермен танысып, білім алып жатырмын, танысқаныма өте қуаныштымын. Рахмет. Күшті команда екенсіздер. Күшті структура. Хадиша апай, Хадиша, сіз микрофоныңызды так. Так, қосылмайды. Қосылды. Сізге. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Я естіліп тұр, я айтыңыз. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мен енді осыған келгенім өзімнің денсаулығым үшін келгем алдыменен. Сол өзімнің алдымен бауырым, өтім. Сол ауырға соған осы компанияның өнімін ішіп, әзір денсаулығым недәуір жақсы болып қалды. Барлығы жақсы, әзір балаларыма да беріп жатырмын. Алдымен сол өз отбасымнан бастайын деп, өз отбасымнан бастап жатырмын. Әзір жақсы, көршілерім алып жатыр, басқа да қыздар алып жатыр, тағы да. Жақсы, бұған келгеніме қуаныштымын. Хадиша апай да мінекей бізге жаңадан қосылған 700 балдай жасадыңыз, е? Осы айда 700 бал жасадым. 1000-ға жеткізем ғой деп жеткізе алмай қалдым. Жетесіз, Құдай қаласа, мінекей алдымызда, мінекей қараша айы бар, жетесіз. Самый главный результат бар уже. Так, бізде мына жерде Айгүл Сапарбекова 1000 балл жапты. Айгүл, қайда кеттің? Ручкамен тетрадьны тұрмын да, Айгүл. Давай, 1000 балл жабу қалай енді? Қиын болды ма? Не болды? Кім жапты? Жақсы. Жұмыс істеген жоқпын негізі, өзім мойындаймын. Командасы жұмыс жасады. Мына қыз вообще жұмыс жасаған жоқ, негізі бар ғой? Бізде командада адам жоқ деп жатыр. Болады, команда. Видите, у кого-то команда работает, кто-то сам работает, но в любом случае ақша аласыздар, барлықтарыңыз. Зато қараңыздар, Айгүлдің астында бір қыз, мысалға да, БТ-1000 болмайды, 50 мың теңге алды. Айгүл де 50 мың теңге алды, мысалға да. Екеуі бірдей алды. Сол үшін ол жеке оборотқа да ақша, кім қаншалықты жұмыс жасайды, соншалықты ақша төленеді бұл жерде бәрібір. Енді
еңбегіңіз бағаланады. Адаммен жұмыс жасасаңыз да бағаланады, жеке жұмыс жасасаңыз да бағаланады, иә. Сол үшін сіздер оған нетпеңіздер, қаймықпаңыздар. В любом случае ақшасыз қалмайсыздар. Енді давайте уақыттарыңызды алмайын. Сіздерге рахмет, өстіп уақыт бөліп келгендеріңізге. Құдай қаласа енді осы ноябрь айында бәріміз енді жаңа белестерден көрінеміз деген сенімім мол сіздерге. Сабақтан қалмаңыздар, новичоктарыңыз болса қосыңыздар. Бүгінгі біздің жаңағы мен неге шырылдап жатырмын, текст жазыңыздар, кім екеніңізді жазыңыздар деп, иә. Мен сіздердің кім екендеріңізді білемін, әрқайсыңызбен сөйлескем ғой. Просто бізге ол не үшін керек? Біз ол команданың кейсі ғой, мысалға да. Соны клиентский чаттарыңызға кәдімгідей скрин қылып жіберіңіздер. Бағана мен бәрін скриндап, өзім чатыма уже жіберіп жатырмын. Міне, апа, қараңыздар, мына апаны қараңыздар, міне 300 мың тауып жатыр. Мына үйде отырған ананы қараңыздар, мынау мұғалімді қараңыздар, мынау бухгалтерді қараңыздар, мынау әжені қараңыздар, мынау көпбалалы ананы қараңыздар деп сөйтіп жіберіп жатырмын да. Соның бәрін скриншоттап, кәдімгідей сіздер де клиентский чаттарыңызға жіберіңіздер. Мен осы өнімді 200 клуб деген бағдарлама бар. Сол клуб арқылы өзіме өнімді тегін алам. Және де мен осы өнімді тегін алып, өзімнің результатымды көріп, халыққа айтқаным үшін компания маған сол рекламаға беретін ақшаны маған беріп жатыр. Мен бұл жерде ақша тауып жатырмын. Және де мен сияқты адамдар ақша тауып жатыр деп, соның бәрін көрсетіңіздер. Сөйтіп кәдімгі ақша табуға адамдарды шақырыңыздар. Ешқандай қиын нәрсе жоқ. Дайын информациямен жұмыс жасайсыздар. Бәрін үйрететін эксперттер бар. Барлық программаны жасап беретін врачтар бар деп, иә. Бізде врач-эндокринолог, гинеколог, нутрициолог врачтарымыз бар, мамандарымыз, иә. Сол үшін жаңағыдай прям смело команданың нәтижесін сату керексіздер ғой сіздер. Міне команданың нәтижесін сатып, сол клиентский чаттарыңызда міне 10 адам отырма, 10 адам біреуін қосу керекпіз. 20 адам отырма, 20 адам екеуін қосу керекпіз. 30 адамға 30 адам үшеуін қосу керекпіз, иә. Вот сөйтіп команда құралады өзі. Сіз сияқты оны да үйретеміз біз, қиналмаңыз, мен үйрете алмаймын, әлі мен білмеймін демеңіздер. Ертең понедельник күні сабақ ашылады, сол сабаққа бірге кіресіздер, сөйтіп адамыңызбен бірге оқып, бірге өстіп дамып атып ақша табасыздар ғой, команда құрасыздар. Біз енді барынша үйретеміз ол адамдарға, иә. Давайте барлықтарыңызға жақсы жаңалықтармен енді кездесейік. Всем пока. Сау болыңыздар. Пока-пока. Сау болыңыздар.